Аллах Тағалаға қатты ұнайтын нәрсе ол намаз. Сондықтан біз намазды қалай оқуын, дұрыс қалай оқуын үйренуіміз керек. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір қабірдің қасынан өтіп бара жатып айтады: мына қабір иесіне дейді, 2 ракат дүниеде оқылған 2 ракат намазы дейді, бұл дүние мен оның бүткіл ішіндегі нәрсесіне де қайырлы дейді. Яғни о дүниедегі ертең өлгеннен кейін барзах әлеміне барамыз, ақыретке барамыз, қиямет күні бар. 2 ракат намазы дейді мына адамға, қабірде жатқан адамға, бұл дүниеден де артық дейді. Ал біз бұл түні иншалла 2 ракат емес, 20 ракат тарауих оқимыз, содан кейін үтір оқимыз, содан кейін тахаджуд оқиық, содан кейін таспих намазын оқиық, намазды көбейтейік. Ауалу ма юхасабу бихил абду яумал қияма ас-сала дейді. Қабірде, ең бірінші қабірде бәул дейді. Кіші зәр бар ғой, зәр, содан сұралады. Ал қияметте ең бірінші сұралатын нәрсе ол намаз. Неге зәр деп ойлайсыздар? Өйткені ол тазалық. Бізде намазымыз дұрыс болу үшін ең бірінші дәретке мән беру керек, тазалық болу керек та. Жәннаттың кілті намаз, намаздың кілті дәрет дейді. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам аяғын дұрыс жумай, тобығында бір су тимеген жерін көріп қалады біреудің. Сол кезде пайғамбарымыз қатты ашуланады дейді. Уайлу лил ақаби минан нар дейді. Мына тобықтың иесі дейді. Уайл дейді, өкініште қалады дейді ертең. Тозаққа түседі дейді мына тобықтың иесі дейді. Аяғын дұрыс жумаған адам дейді. Тозаққа дейді бұл. Тозаққа түседі дейді ертең. Неге? Өйткені аяғын дұрыс жумаған. Ол бір хадис емес, 100-ге жуық сондай хадис бар. Сондықтан дәрет алған кезде де әрбір бір қыл шаштың көлеміндей құрғақ қалмайтындай қылып мән беріп дәрет алуымыз керек. Біреулер деген енді қазір жаңадан келіп жатқандар дәрет алған кезде көзін бүйтіп жұмып алып дәрет алады да. Көз жұмған кезде қатты мына ішіндегілеріне нәрсеге, көздің айналасына су тимей қалуы мүмкін. Олда да дәрет есептелмейді. Осы мінекей осы күнді пайдаланып тек намаз оқу керек екен деп, тек қадір түнінен дұға қылу керек екен деп, ең бірінші алғы шарттарына мән бермейді көбісі, дәретке мән бермейді. Сондықтан дәретсіз намаз жоқ, құрметті жамағат. Дәреттеріңізді дұрыстаңыздар. Жұп-жұқа нәскеге мәсіх тарту шариғатымызда жоқ. Жұп-жұқа нәскеге мәсіх тарту шариғатымызда жоқ нәрсе. Оны пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабалардың кезінде ондай нәски болмаған. Түсінікті? Сахабалардың кезінде де, пайғамбарымыз кезінде ондай нәски болмаған. Бүткіл ғалым, ислам ғалымдары бір ауыздан бұл мәселеге келіседі. Абу Ханифа мазхабыда, имам Ахмадтың мазхабыда, имам Шафидің мазхабыда. Кез келген араларыңыздар, бүткіл мемлекетті жұп-жұқа мәскеге мәсіх тартып атқан, рұқсат берген ғалымды көрмейсіздер. Неге? Ол нәски тек қана жақында ғана шықты. Сондықтан нәскеге жұқа тартатындар, олар қате жолда. Дұрыс емес. Мынау деген тартып атыр екенге тарта бермеңіздер. Өйткені намаз жаңа айттық қой бізде, бір тобыққа кішкене су тимеген адам тозаққа деп жатыр. Алла Subhanahu Құранда жуыңдар дей ма? Біз жуымыз керек. Сосын құрметті жамағат, дәретті түсіндік қоя, ұғындық қой. Жұқа нәскеге мәсіх тартуға болмайтын түсіндік қоя. Енді көбісі мына жел шығып кетсе де дәрет алады. Туалетке барады да, туалетке барып жуады. Ол да дұрыс емес. Ол да дұрыс емес. Тек қана дәрет қашан аламыз? Алдыңғы артыңғы жақтан бір нәрсе шықса ғана. Немесе қан, денемізден қан ірін шықса, сол кезде ғана, яғни алдыңғы артыңғы жақтан ласты нәрсе шықса, барып, әжетханаға барып жуып тазалауымыз керек.
Ал жел шықса, барып ол жаққа тазалаудың қажеті жоқ. Сыртқы бой дәретімізді ала берсек болады. Сосын намазға бірінші ниет етеміз, ниет еттім Алла разы үшін құптан намазын 4 рәкат парызын деп, немесе таравих намазын парызын деп жүрекпен ниет етуіміз керек. Сосын мына аяқтың арасын талтайтуға болмайды. Бұл жұдырықтың көлемінде ұстау керек аяқты. Бұл минимальный. Кішкене тағы да созыңқырағымыз келсе, кішкене кейін тұрғымыз келсе, онда мына иықтың тұсымен тұру керек. Аяқ иықтың тұсымен. Осы иықтың тұсымен тұруға болады. Сосын Аллаху акбар деп тәкбир қағамыз. Мына саусағымыздың бәрі қыблаға қарау керек. Аллаху акбар деп құлақтың жұмсақ жеріне тигізу шарт емес. Түсінікті? Жақындатсақ та болады. Тигізсек тіпті жақсы. Тигізсе де болады. Бірақ міндет емес тигізу, жақындату. Біреулер енді бейтіп алады қолдары былай, Аллаху акбар. Біреулер кішкене әйел адамдар тыныштық сақтайық. Әйел адамдар, сіздердің дауыстарыңыз естіліп жатыр мұнда. Міне қыблаға саусақтар қыблаға бейтіп қарау керек. Аллаху акбар деп. Біреулер айтуы мүмкін, иықтың тұсына көтерген бар ғой деген секілді. Пайғамбарымыз ассалам қыс мезгілде, салқын мезгілінде чадыра деген бар. Соны ораған кезде, енді чадыра ол кезде куртка жоқ, не жоқ, мынандай нәрсені орап алады дейді. Біздің жаңағыны плед нелер секілді. Соны орап алады да намаз оқиды да. Енді әр қарай құлаққа дейін көтерілмейді ғой. Құлаққа дейін көтерілмегесін Пайғамбар саллаллаху алейхи иығына дейін көтереді. Негізі құлаққа дейін көтеру керек. Бірақ Пайғамбар саллаллаху алейхи жаңа кедергі болғандықтан иығына дейін көтереді. Соны жеткізген сахаба әрі қарай жеткізіп жібереді. Пайғамбардың мына жерге дейін көрдім деп, сөйтіп тарап кетеді. Ал негізінде Пайғамбар саллаллаху алейхи құлағына дейін көтерген, Сосын қолды байлаған кезде мына осылай байлаймыз да, кіндіктің астына тұру керек. Кіндіктің астына. Алла Тағала Құранда айтады, «Куму лиллахи қанитин» дейді. Алланың алдында бой ұсынған күйінде тұрыңдар дейді. Осы бой ұсынған күйінде тұруды сахабалар осылай сипаттайды, кіндіктің астына қою. Ең абзал намаз, жалпы фихта әртүрлі мәселе бар ғой. Бірақ мына мәселеде ең дұрысы осы кіндіктің астына қою, осылай. Және сосын бір қолымызды Аллаху акбар деп намазың басында такбир қаққаннан кейін болды, 2 рет 3 рет қақпаймыз. Қолды қайта-қайта көтермейміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи одан тыйым салған. Қолды қайта-қайта көтеруде 1 рет көтеруге болады. 3 рет 4 рет көтеруге болмайды. Неге? Өйткені Пайғамбар саллаллаху алейхи мешітке кіріп келеді. Бұл хадис сахих Муслим, достоверный Муслимде бар. Кіріп келген кезде сахабалар қолын қайта-қайта намаз көтеріп жатыр дейді. Қайта-қайта бүйтіп. Соғын Пайғамбар көрген кезде не дейді? Мәли аракум ярфауна айдиякум кааннахум хайлу шумси дейді. Мен сендерді неге дейді? Жылқының құйрығы секілді ыстық кезде, күн шыжырайып тұрған кезде жылқының құйрығы бүйтіп бұлған етеді, сол секілді қолдарыңды бұлған етіп не істеп тұрсыңдар дейді. Ускуну фиссала дейді. Намазда тыныш тұрыңдар дейді. Сол кезден бастап сахабалар тек 1 рет көтеретін болған. 1 рет болды. Құранды кім жақсы біледі? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Пайғамбардың намазын кім жақсы біледі? Абдулла ибн Аббас. Абдулла ибн Аббас Пайғамбарымыз оған дұға қылған. Я Алла, мына балаға дейді, кішкентай бала болады ол кезде. Құранның білімін берші дейді. Құранның білімін берші дейді. Ал Абдулла ибн Аббас бізге қалай намаз оқып үйретеді? Алланың алдында бой ұсынған күйінде тұрыңдар деген аятты Абдулла ибн Аббас не дейді? Тыныштық халде тұрған, қолын қайта-қайта көтермей, басын қайта-қайта жаңғаққа бұрмай намаз оқыған ол қонитин дейді. Яғни бойсұнған намаз оқу болып танылады. Сондай намазы Алла субхана тағала жақсы көреді. Сосын енді
сәждеге барамыз ғой. Сәждеге барғанда қолмен емес, бірінші тізе түсу керек. Бірінші тіземіз түседі. Сосын барып қолымыз түседі, сосын барып мұрын маңдайымыз түседі. Ал сәждеден тұрған кезде керісінше. Бірінші не нәрсе тиді, сол бірінші сол көтеріледі. Сөйтіп жаңа қол, сосын барып сәждеден былай тұрып атқан кезде, рукуға қиямға тұрып атқан кезде қолды қолданбаймыз, қолымызды. Яғни аяқтың күшімен, аяқтың ұшымен тұрамыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сөйтіп намаз үйретті бізге, аяқтың ұшымен тұруды. Біреулер енді қолмен бүйтіп атады. Ол тек қана үлкен кісілерге қатысты. Үлкен кісілер ауруы бар, үзірі бар. Оларға қолмен тіреп тұруға рұқсат. Ал біздер секілді жастар қолмен емес, тіземен тұруымыз керек. Түнгі құлшылық 4-ке бөлінеді. Бірінші намаз, жаңа айтып кеттік. Екінші Құран. Құран оқыған адамды Алла субхана тағала сондай қатты тыңдайды дейді. Біз қазір біреуді, бұрындары, енді қазір музыка ғой қазір. Бұрындары күн бар ғой, рабыняларды сатып алып, әдемі дауыстарымен ән салғызып қоятын болған. Олардың сондай нәзік дауыстарымен ән салған кезде ұйып тыңдайтын болған. Сендер соны қалай ұйып тыңдайсыңдар? Құран оқыған пендені дейді, Алла Тағала солай ұйып тыңдайды дейді, жақсы көреді дейді. Қараңыздар. Құран ол Алланың сөзі. Періштелердің бәрі бірдей болды. Бірақ Жәбірейіл періштеге Құранды Мұхаммед пайғамбарға түсіру бұйырғаннан кейін ең абзал періште ол Жәбірейіл болып шықты. Бүткіл адам бірдей болды, бірақ Мұхаммедке саллаллаху алейхи ва саллям Құран берілді. Ең ұлы тұлға Мұхаммед болып шықты. Бүткіл айлар бірдей болды, бірақ осы Рамазан айында Құран түсті, Рамазан ай ұлы болып шықты. Бүткіл түндер бірдей болды, бірақ бұл түнде, Қадір түнде Құран түсті, сондықтан Қадір түні ең ұлы түн болып шықты. Сол секілді бүткіл адам бәріміз бірдейміз. Егер бізге Құран түсетін болса, Құранды бойымызға сіңдіретін болсақ, Құранмен амал қылатын болсақ, Құран оқитын болсақ, Құран жаттайтын болсақ, Құранды үйрететін болсақ, Құранды тарататын болсақ, бізден асқан ұлы адам болмайды. Бізден асқан қадірлі адам болмайды. Сондықтан екінші амалымыз ол Құран оқу. Үшінші дұға. Түнде жасалатын құлшылық ол дұға. Дұғаны енді өзінің шарттары бар. Қыблаға қараған күйде, жүректі шынайы ықыласпен дұға қылу керек. Алла Тағала немқұрайлы адамның дұғасын қабыл қылмаймын деген. Тек шынайы сұрау керек Алладан. Енді оның да қазір мұнда уақыт алмай қойып, үйретеміз қалай дұға қылу керек. Бірінші не сұрау керек, бірінші неден бастау керек соны иншалла. Сосын төртінші амал ол зикр, еске алу. Алланы еске алу. Фазкуруни аскуркум дейді Алла Тағала. Сендер мені еске алыңдар, мен сендерді еске аламын. Осы мешітте, осы түнде біз зикр көп қылуымыз керек. Алланы көп еске алуымыз керек. Бізді жаратқан, бізге нәпақа беріп атқан, бізге тыныштық беріп атқан иншалла. Ауаны жұтып жатырмыз тегін. Көзді ашып жұмып жатырмыз. Алла субхана тағала бізге барлық нәрсені беріп жатыр қалаған. Соны Алла субхана тағаланы зікір қылатын.